Я только лишь обещаю вам, что я сделаю все для процветания родной республики и улучшения жизни его народа. Бұл Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылы президенттік сайлау алды бағдарламасында сөйлеген сөзі. Ел тәуелсіздігіне қол жетпес бұрын берілген осыны уәде расымен орындалды. 30 жылда Қазақстан азаматтығымыздың айшықты белесіне шықты. Биік белестерді бағындырып, толағай табыстарға қол жеткізді. Өндіріс қуат алып, жаңа жұмыс орындары ашылып, екі қолға бір күрек тапқандар қатары артты. Білім беру жағы оңтайлы жолға қойылды. Нұр-Сұлтан қаласы тәуелсіздіктің берген сыйы. Еңселі елорданың өсіп өркендеуімен қалада атқарылған игі шаралар мұның айқын дәлелі. Бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы белсенді, талантты және жігерлі жастар үшін жаңа мүмкіндіктермен тартымды қала. Қазақстанның астанасы еліміздің басты білім беру және ғылыми алаңы болып табылады. Және білім, ғылым және инновациялық өңірдің орталығы болуға ұмтыла бермек.